Армысыздар достар, біздің каналымызға қош келдіңіз. Уролог андролог дәрігер Олжас Иманғалиев сіздермен бірге. Бүгін қозғайтын тақырыбымыздың тақырып айтатын болсақ, бұл көп жағдайларда еркектердің арасындағы шағымдар бар. Осы шағымдардың бірі мынау ерлер жыныс мүше бос тұрады дейді. Бұрынғыдай емес, қатты емес. Не себепті болады? Осы туралы бүгін сіздермен әңгімелесетін боламыз. Олай болса видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Еркектің эрекциясының бос болу себебі негізінен бірінші айтатын болсақ, бұл жерде қан тамырлардың нашар болуы, қан айналымының бұзылысы. Екінші себеп бұл қуғасты безінің қабынуына байланысты. Егер қуғасты безінің қабыну болатын болса, ол сол жерде қан тамырлардың қысылуына алып келеді. Соған байланысты тамырдан қанның өтуі болмағаннан кейін жыныс мүше толық қанға, яғни толмайды. Притогы айтқан кезде артериялық қан тамырлардың жыныс мүшеге әкелетін тамыр толық қанды мүшеге толтырмайды. Соған байланысты жыныс мүшесі бос тұрады. Ал енді үшінші себеп келетін болсақ, ол кейбір жағдайларда варикоцелия аурулары, варикоз ауруларына да байланысы болып жатады. Неге? Өйткені варикоз ауру кезінде қан тамырлардың ішіндегі және клапандардың бұзылысы болып, қанның іркілуі байқалады. Соған байланысты жамбас қуысындағы қан айналымының төмендеуі осы варикоцелияға де қатысы бар. Ал енді тағы да қосымша айтатын болсақ, бұл себептер гормоналдық бұзылыстардың ағзадағы төмендеуіне, тестостеронның төмендеуі, сонымен қатар қатты шаршау, осы себептерге байланысты нерв жүйесінің гипоталамустық бұзылуына байланысты бұл әсері, яғни психогенді әсер етеді. Мынау бір жігіт болды, біздің практикамызда келді. Бұрын жыныс жүйем жақсы болатын дейді, Атырау қаласынан келген. Жыныс жүйем жақсы жұмыс істейтін, соңғы уақытта осы бос тұратын болды. Эрекция тұрған кезде қатты емес. Неге бос? Бұның себебін анықтау барысында біз тест жасап көрдік. УЗИ доплер полового члена жасауға жібердік бұл науқасты. Жыныс жүйесінің қан тамырларын тексерген кезде мынау папаверин дәрісімен біз тест жасаймыз. Жыныс жүйесінің каверна жүйесіне салынады. Сол кезде артқа кететін қан тамырлардың ағысын спазм болады да, қысқа уақытқа қанның артқа кетуін тежейді. Осы кезде искусственный эрекция, яғни қолдан эрекцияны тұрғызу барысы анықталды. Осы кезде егер де қан тамырлар бітелген болатын болса, қан тамыр нарушениесі болатын болса, ол жерде папавериннің әсері болмайды. Егер қан тамырын жақсы жұмыс істейтін болса, оның папаверин тесттің нәтижесі 10 болады. Осы арқылы УЗИ диагностика жасап, қан тамырдың жұмысын тексеруге болады. Сонымен қатар бұл жағдайлардың енді емі неде? Егер де простатит ауруы болатын болса, анықталатын болса, оны уақытылы емдеу керек. Қай простатиттің түрі? Бірінші конгессивный, яғни застойный простатит па? Екінші бактериялық простатит па? Яғни инфекцияның әсері бактерияның түсуіне байланысты қабынатын болса, оны алдына келіп емдеу керек. Үшінші себеп абактериялық простатит болып отыр ма? Ол суықтады ма, қабынды ма? Мысалы, болады бір жігіт, менде бір ай бойы эрекция болмады мүлдем. Вообще жатқан кезде мүлдем болмай қалды дейді. Бірақ уақыт өте келе аяғым жылы суға салып едім, болмаса жылыстап едім, эрекциям қайтадан оянып жақсарып келе жатыр дейді. Яғни бұл уақытша ғана әсері болуы мүмкін. Соған байланысты бірден шошудың қажеті жоқ. Мына жағдай болатын болса, үй жағдайында мысалы суықтаған болсаңыз, алдымен аяқтан жылу өткізу керек. Сонымен қатар қуық жолдарына жылу беру арқылы сіздің қан тамырлардың жұмысы жақсарады. Қарап отырсақ, мысалы алақанымызды үйкейтін болсақ, суық жерден келсек, біздің қолымыз суық болады, тастай болады. Қан тамырдың айналасы төмен болғаннан кейін. Мысалы алақанымызды үйкейтін болсақ, қолымыз жылынады. Сол сияқты жыныс жолдарға да жылудың өтуіне байланысты суық жерден келсеңіз, қан тамырлардың спазм болғаннан кейін, сізде эрекция болмауы мүмкін. Соған байланысты үй жағдайында, егер салқын жерден келетін болсаңыз, суықтаған болсаңыз, алдын ала алып көріңіз. Мысалы сізде байбалам салудың қажеті жоқ, мүмкін сіздің денсаулығыңыз дұрыс шығар. Ол сізде қалыпты болуы мүмкін. Ал енді егер де осы жағдайлардың асқынуы, мысалы, көбінесе біздің жігіттердің арасында асқындырып жатыр. Асқындырып, ауруды алдын алмаймыз, біз асқындырып алып келеміз. Содан кейін әрине нәтиже болмайды, көп жағдайда жүріп қоямыз. Содан кейін семьяларда проблема болып жатыр, ажырасулар көбейіп жатыр. Содан баланың болмай жатуы осы себептерге байланысты болып жатыр.
Бүгінгі видеомыз сіз достар ұнаған болса астына лайк басып өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Келесіде қандай тақырыпты қозғағанымызды қалайсыздар? Өйткені біздің тақырыптардың барлығы осы халықтың арасында жүрген әртүрлі сұрақтардан туындайды. Өйткені біз халық үшін, мына ер азаматтар үшін осы проблеманың шегіне жетіп, осы проблеманы шешу мақсатында жұмыс атқаруға атсалысып жатырмыз. Солай болса бүгінгі видеомызға өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.